Күн кешкіріп, зәңкиген 5 қабат үйлердің көлеңкесі қалбайып шыға келген уақ еді. Шілде кезі, күн ұзағына ашық, бұлтсыз аспан төрінен, шақырайып асфальт түгіл, темірдің өзін ерітіп жібере жаздаған от күн қала үйлерінің қалқасына еңкейіп батуға таянған. Тымырсық ауаға ептеп қоңырлеп қосылғандай, қапырық сейіліп тыныс кеңей бастағанды. Азаннан бері тыңқиған қызыл алаша қожынының бір басы құйымшағын, бір басы кіндік тұсын ұрғылап, әбден қалжыраған қырбық мұрт, дөңгелек сақалды қара қожа шал, büyük үйлер арасындағы қысырақ жалындай күйзелген балапан жолды саяжолға бұрылды. Жол шетіндегі қара тіреуші бар жалпақ жайдақ орындыққа кеп, қасына қожынын құлата салып, жалп отыра кетті. Ух деп демін бірақ алды. Жадағайының сыртқы қалтасынан жаялықтай ақсыр орамалын алып, жиегі ала күлік шаққандай күлбіреп қызарғанмен, әлі нұры таймаған қоңыр көзіне құйылған ашы терді сүртті, басындағы қара барқыт шошақ тақиясын қолына ап, тізесіне сарт-сырт ұрып, қаққыштап, шып-шып тершіген тақыр көкшіл құйқаны бастыра қайта киді. Балапан талдың сыртындағы жолмен бір топ бала жарыса шауып өтті. Шал аяғын созып, қожынына жантайды. Қария сырдың арғы бетіндегі Мәқпалкөл деген совхоздан қалаға базаршылап азанды келгенді. Базарға құмары шамалы, бензиннің иісінен құсам деп машина атаулыға мінуден қашып жүретін, шіркін, даланың жілік майындай таза ауасына не жетсін деп ауылдан қарыс ұзап шықпайтын бір тоға адам еді. Бүгін базарға амалының жоғынан келген. Жуырда ғана әскерден оралған кенжесін үйлендіргенді. Енді сол баласына есік аштырмақ. Бәрі барлықтың, тоқтықтың балесі, бұл күнде есік ату да, қыздың дүниесін беру де бәсеке, ешкім қатарынан қалғысы келмейді. Ол да тышқанша тыққыштап, жиған тергені бар, ағайын жекжатқа салық салып қосқаны бар, барын жұмсап, дайындық қамына шыққан. Құда-құдағиға апаратын китке қажетті мата, кілең, асылдан сайланбаса ел күлетін болған. Ауылдың дүкендерінен қария іздегенін таппай осында келген. Жібек пен шәйі, Мәқпал мен торыққа жетпегендей, адам атынан шатасатын кремплен деген бөлесі дағы шығыпты. Қала дүкендерінен жартымды ештеңе таба алмаған қария, базардан қымбатына болса да, қажетін зыр қақып жүріп тауып, еш жерге аялдамай аэропортқа тартқан. Қалада қонаға қалғысы келмеген, түстен кейін самолетке үлгерем ғой деп ойлаған. Екі өкпесін қолына алып, мықшыңдап жеткенінде, совхозға ұшатын самолет шу алаңында дуадақша дедектеп барады екен. Көліктің басқадай реті жоқ. Автобус ертеңгілік жүреді. Пойызбен жүру бір қиямет. Әуелі аудан орталығына бару керек, содан соң ауылға, ала кететін машина іздеп тағы сандалу. Енді қалаға қонудан басқа не амал бар? Қалада танысы жоқ қария, қайда барарын білмей дағдарып ошарылып қала берген. Кенет үйіне қонақ үйі түсіп, қала орталығындағы Сырдария деген үлкен мейрамханаға соғып еді. Онда бір әйелдер, документ керек, паспортсыз адамды қондырмаймыз деп маңайларына да жолатпады. Осы жерге түнеп шықсам, біреу қоймайтын шығар деп ойлады шал. Қалалы жерде ұры қары болады деушет, мынауымнан айырылып қалар мекенмін. Қожынына сүйеніп, еңсесін көтерді. Мына үйлердің біреуі қондырмас па екен түге? Құдайы қонақпын деп барсам, олар да пашпорт сұрар мекен деп күңгірттене бастаған терезелерге үмітпен жағалай қарап шықты. Пух-пақ деп тарсылдатып, мылтық атқан бір бұтаны баспалап ойнаған кішкентайлар шалға таяу жүргенді. Бір кезде бір тусешең, мәйкешең, көзі мойылдай жалтыраған 4-5 шамасындағы қара домалақ бала шалдың қасына кеп тығылды. Шал мойын бұрып балаға, «Мұнда кел, мұнда тығыл», деді.
жадағайының етегін көтеріп. Баланың мойылдай көзі күлімдей ұшқын атты. Екі қолын соза ұмтылып, ата деп құшақтай алды. Шал әуелі сасып қалды. Айналайын, айналайын балам, деп оның шашынан сипалады. Шамасы өз атасына ұқсаттау. Бала басын шалдың бурыл сақалына тығып, қойнына кіріп барады. Сәби мейірінен тұла бойы шымырлады. Ата, сен қашан келді? Деді бала шал мойнынан босатып. Бүгін келдім. Сен маған бауырсақ әкелді? Бала бір тіл жетпейтін қуаныш құшағында еді. Шал не дерін білмеді. Бауырсағы несі? Бауырсақ әкелді сен? Дома, үйде, ата жүр үйге, деп бала оның қолынан тартқылады. Шал қожының иығына салып, балаға ерді. Ермек, ты куда деп айқайлаған құрбыларына бала қайрылмады. Шалды қолынан жетектеген бойымен саяжолға төніп тұрған үлкен үйдің ортаңғы есігіне келіп кірді. Екінші қабатқа көтерілді. Бала сол қол жақтағы көк есікті тарсылдата ұрды. Мама, открой, я с дедушкой, деп шаттана айқайлады. Есік ашқан жылы жүзді, қара торы келіншек қарияға қалың қасын көтере таңырқады. Ата, дей жаздап ернін жымқырды. Сенсің бе шырағым, деді шал балаға еріп келгеніне қипақтап. Сәлем бердік ата, келіңіз, деді келіншек. Жүр ата, жүр, деп шалды қолынан тартып ішке кіргізген ермек мамасына еркелей асылды. А где бауырсақ? Қайдағы бауырсақ? Ата, әкелді бауырсақ, деді ұртын бұртитып ермек. Мамасы енді ұқты. Мына қария өзінің марқұм қайнатасына сойып қаптағандай ұқсайды. Иә, ермек өз атасын ұқсатқан екен ғой. Ауылдан келген сайын немереме деп бауырсақ ала келетін еді. Иманы болғыр. Бауырсақ, деп одан әрі айтар сөз таппағандай мүдіріп қалды мамасы. Ермек жүгіріп барып, асханаға барып, мұзатқышты салдырлатып ашып жатты. Шал баланың қайта-қайта бауырсақ сұрағанының себебін білмей, дал боп басын шайқады да, иығындағы қожынын дүрс еткізіп босағаға тастай салды. Ата, төлетіңіз, деді келіншек. Атамыз бар еді сізге ұқсаған. Дүние салғанына жылға таяп қалды. Сізді сол кісіге ұқсатып жүрау деймін. Атаң емеспін демей-ақ қойыңызшы. Байғұс келген сайын немереме деп бауырсақ әкелуші еді. Қап, мен бауырсақ әкелмебем, енді қайттым. Шал қожынына еңкейіп, бір басын ағытып, шағын түйіншекті суырып алды.